Қыздар, баршаларыңызға ассаламу алейкум. YouTube арнама қош келдіңіздер. Алу беру балансы дұрыс болу үшін иншалла каналыма тіркеліп, лайк басып, сабақтың соңында иншалла комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Жалпы алу беру балансы дұрыс болған кезде білім де иншалла сіңімді болады. Бүгін сіздерге керемет тақырыпты ұсынғым келіп отыр. Ол бірінші кезекте Аллаға жақын болу, Алламен мәмілені дұрыстау, кез келген ситуацияда не істесек те Алла разылығы үшін жасау. Енді әрине ол мәселе оңай болмай жатады. Әйел адам болғаннан кейін, жалпы қыз бала болып дүние келгеннен кейін бізде міндетті түрде признание күту деген болады. Психологияда, жалпы ислами психологияда да біздің белгілі балалық травмаларымыз өмірімізге әсер етіп жатады. Бірақ жүрекке тыныштық беретін тек қана Аллах Тағала. Егер біз шынайы Аллаға жақын болып, Алладан ниет етіп, я Аллам, я Раббым, менің жүрегімнің дертін емдеуіне мұқтажбын деп Алладан сұрайтын болсақ, иншалла Аллах Тағала сол жүрегіміздің дертін емдеп береді. Бірақ біз көбінесе біздің ниетіміз де, біздің ойымыз да, біздің ішкі жүрегіміз де Аллаға емес, адамдарға қарай бұрылып кетеді. Мысалы, вертикально және горизонтально деген бар да. Вертикально деген ол не күтсек те тек Алладан күту. Ал горизонтально деген ол біздің қасымыздағы адамдардан күту. Соған қатысты мысалы бүгін сондай сауал қойдым, осы жайлы білгіңіз келеді ме деген сияқты. Менде әрине әйел адам ретінде травмасы болған, жүрегінде дерті көп адам болғанмын және де әлі күнге дейін сол мәселелермен жұмыс істеймін. Көбінесе біздің ниетіміз адамнан күту болып кетеді. Алладан күту емес, Алладан күту, Аллаға жалбарыну, қандай жақсылық болса да Алладан келетініне иман ету деген сияқты бізде ол нәрсе ұмытылып кетеді. Біз адамнан күтіп кетеміз. Әсіресе әйел адам күйеуге шыққан кезде көбінесе өзінің бүкіл бақытын күйеуіне жалғап қосып қояды. Мен өзім сондай периодтан өткенмін. Мысалы, жолдасым мені тауға қыдыртса, мен ойлайтынмын, егер күйеуім алысқа сапармен кетсе, мені ешкім ешқайда апармайды. Бұл жертвенностьтың бір сипатының бірі. Немесе Ритц-Карлтон, Риксос деген сияқты жерлерде мен ойлайтынмын, тек қана мені күйеуім ғана апара алады, мен өзім бара алмаймын деген сияқты. Сол нәрсеге ұзақ жылдар декретте отырғаннан кейін сол нәрсеге өзімді байлап тастағам. Бірақ кейін өз-өзімен жұмыс істеу арқылы, өзімнің қателіктерімді мойындау арқылы, шынымен мен жертвенностьқа кіріп кеттім, бүкіл бақытымды, бүкіл ойымды, қабілетімді барлығын жолдасыма байлап тастадым деген нәрсені түсінген сәтте Аллах Тағала маған сондай бір мүмкіндік берді. Ондай жерге Алланың қалауымен өзім бара алатын мүмкіндік жасап берді. Мысалы, Риксосқа болсын, Ритц-Карлтонға болсын, жай ғана барып кофе ішіп қайту деген нәрсе мен үшін миымның шектеуі болатын. Мен оны өйтіп бара алмаймын, жолдасым ғана мені апару керек. Немесе гүл сыйлау мәселесінде де мен миымның соншалықты шектеулігі тек қана гүлді күйеуімнен ғана күтіппін. Енді мынандай бір қызық нәрсе, қыздар, былтыр осы тура 1 жыл бұрын мен жолдасымнан сыйлық күтемін туған күніме. Сол кезде мынандай бір қызық болады. Мен енді жолдасым айтам, мен бір аптадан кейін туған күнім иншалла деген сияқты жолдасым айтам. Сол кезде жолдасым мынандай жауап береді. Осы жылы сенің туған күнің тойланбайды, өйткені мен үй салуды бастадым деп. Ауыл жақта сондай бір стройка бастаған. Сонымен енді ол кезде мен осы нәрсені практиковать етіп жүргем. Алладан ғана күту керек деген нәрсені практиковать етіп жүргем. Сөйтіп Аллаға айтамын, Аллахым, Раббым, бұл демек бір сынақ, көркем түрде соны түсініп нәсіп етуін сұраймын.
сенен ғана күтем. Аллаға айтам, сенен ғана күтем. Сен берушісің, мен сенен күтем деймін. Мен сол туған күнімде Риксосқа барып, бір күнімді спада өткізіп, бассейнде сондай демалып қайтқым келеді. Өйткені оған дейін мүлдем барып көрмегем. Бірақ Аллаға айтам, Аллахым, Раббым, мен сенен осы сыйды күтемін. Бірақ егер бұл сый болмай қалған жағдайдың өзінде де, егер мысалы менде Каспиімде 0 теңге болып тұр ғой, естественно ақшаны күйеуім жібереді деп ойладым. Бірақ Аллаға айтам, Аллахым, Раббым, бүкіл мүліктің, дүниенің иесі өзіңсің. Сен маған осылай Риксосқа, жаңағыдай спаға сертификат, жаңағыдай баруды нәсіп етуін сұраймын деген сияқты. Сөйтіп, бірақ Аллаға айтам, егер мен бармай жатқан жағдайдың өзінде мен саған разымын. Мен паркке барып, демалып, кітабымды оқып, жазатын жазбаларымды жазып, демалып қайтам. То есть бюджетный нәрсе құраймын деген сияқты. Алланың құдіреті, Аллах тағала сондай адамдардың жүрегін ашу арқылы маған Каспиге жаңағыдай пополнениелер келеді ғой, туған күніме орай. Сөйтіп Алланың жауабын түсінем. Демек, Аллах тағала маған менің барғанымды қалап тұр. Мен жолдасымнан сұрандым, осылай еке, мен туған күнім осындай осылай жіберді, бассейнге барып қайтсам бола ма деп одан сұраған кезде, ол да рұқсатын берді. Сонымен мен бардым. Енді қараңыздар, қыздар, көбінесе декретте отырған кезде біз өзімізді күйеуге байлап қоямыз. Шын мәнінде Аллаға байлауымыз керек. Күйеуіміздің жолы болмай жатыр ма, ісі жүрмей жатыр ма, басқа ма? Міндетті түрде Аллаға өзімізді байлап отыру, Аллаға өзімізді қайтарып отыру өте маңызды. Өйткені адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін біз горизонтально ойлап кетеміз да, адамдардан күтіп кетеміз. Бірақ шын мәнінде ұлы жаратушымыз Аллах тағаладан ғана күту керек. Өйткені Аллах тағала Әл-Азиз, Аллах тағала Әл-Малик, Маликул Мульк, Зул Джалали уал Икрам. Алланың 99 есімі бар ғой. Әл-Ғани, Әл-Муғни, Алланың байытушы есімдері, Әр-Разақ, ризық беруші есімдері. Және де қазіргі таңда мынандай бір нәрсе, қыздар, біз Алла разылығы үшін жасай алмаймыз. Так, істеп тұр, бәрі естіліп тұр. Алла разылығы үшін біз жасай алмаймыз. Мүлдем біздің қолымыздан Алла разылығы үшін жасау деген мүлдем келмей жатыр. Біз өзіміздің нәпсіміз үшін ғана жасаймыз да. Мысалы, тамақ істесек те, үй жинасақ та, күйеуімізге бір қызмет істесек те, біз одан бір признание, одан бір жылы сөз, одан бір комплимент күтіп тұрамыз. Бірақ қай уақытта біз Алла разылығы үшін шынайы жасайтын болсақ, Аллах тағала барлық біздің қалған ісімізді реттеп қояды. Біз оны естиміз өзгелерден, бір жерден көріп қаламыз, оқып қаламыз. Бірақ қыздар, бізге сол нәрсе миымызға әлі толыққанды жетпей жатыр, өкінішке орай. Өйткені это все банально, мы это слышим, мы это видим, мы это читаем, но до нас это пока не доходит. Шын мәнінде бұл бізге әлі жетпей жатыр. Шынымен жүрек дәрежесінде бұл мәселе бізге әлі жетпей жатыр. Мысалы, менде сондай бір жағдай болды. Осы жолы мамамыз ауылдағы үйдің терезесін жуу керек еді, үйді тазалау керек еді деді. Үй шамамен 130 квадрат. Енді қазір білесіздер, мен қалада жұмыс істеп жүрмін. Қаладағы үйді жинаймын, бутикті жинаймын. Короче, менде өте көп қазір жұмыс, разнорабочиймын да, былайша айтқанда. Сөйтіп үйге барып жинау керек. Мен ауылға барғанда демалғым келеді. Өйткені ол жақта таза ауа, сондай күшті, ұйқым қанат деген сияқты. Шын мәнінде мойындау керек, мен үйді тазалағым келген жоқ. Бірақ үйге қарасам, шымал басып кеткен, шаң болып кеткен. Одан кейін бізде орталық мешітте ұстазымыз бар, Гүлмира ұстаз. Қателеспесем. Сол кісі бір сабағында айтқан болатын, Аллах тағала тазалықты жақсы көреді. Ислам тазалықтың діні. Сондықтан үй тазалағыңыз келмесе, ниет етесіз. Аллам, Раббым, сен тазалықты жақсы көресің. Тек қана сенің разылығың үшін ғана мен үйді тазалаймын. Бірақ маған өзгенің мені мақтауы, маған признание айтуы, жылы сөз айтуы қажет емес. Мен сенен ғана сол нәрсені күтем деген сияқты шынайы ниет еткен кезде Аллах тағала автоматтан сол сәтте бізге энергия береді. Бұрын мен сол 130 квадратты 3 күнде әрең жинайтынмын, шынымды айтайын. Ал бірақ
Алланың құдіреті, солай ниет еткеннен кейін мен өзім таң қалам, қалай мен бір күннің ішінде үйді жинап шыққанымды. Өйткені мен ол жерде терезелердің барлығын жуып шықтым. Бізде 6 терезе, дәу терезелер, 6 терезе. Одан кейін еденді жуып шықтым, шетін барлығын сүрттім, кухняны тазаладым деген сияқты сондай нәрселердің бәрін істеп, оған қоса тамақ пісірдім. Соның барлығын Аллах тағала жеңілдетіп қойды. Негізі қыздар, шын мәнінде Алла разылығы үшін істейтін болсақ, кез келген ісімізді бізді күйеуіміз де қолдайтын болады. Бірақ бізде ондай емес қой. Біз нәпсіге беріліп кетеміз, кейбір кезде күйеуімізді тыңдағымыз келмей кетеді, кейбір кезде оған деген бір сыйластығымыз азайып қалады. Шайтан аузубилля өте жақсы жұмыс істейді. Ол кейбір кездерде әйел адамға өзге қыз келіншектердің күйеуін сіздердің ойларыңызға салуы мүмкін. Қараш ананың күйеуін қандай табыс тауып жатыр, қараш оған деген әйеліне деген қарым-қатынасы қандай күшті, ал сенің күйеуің ше деген сияқты. Содан кейін ол кезде қыздар міндетті түрде астағфирулланы айтыңыздар. Одан кейін сіздерге дәл қазір осы видеоны көріп отырған сәтте дәптеріңізге жазып алыңыз. Күйеуіңіздің 50 жақсылығын, 50 жетістігін жазу. Давайте сделаем так. 50 жақсылығын жазыңыз, 50 жетістігін жазыңыз. Бірден оңай болмауы мүмкін, миыңыз қарсыласады, бұның не жақсылығы бар деген сияқты ой болуы мүмкін сізде. Жоқ қыздар, міндетті түрде кез келген адамда жақсылық болады. Аллах тағала жұп-жұбымен жаратқан сияқты тура солай сіздерді қосып тұр. Ниетіңізге сай, өзіңіздің өміріңізге сай, біліміңізге сай сізге сондай адамды жолықтырып тұр. Сіз ниетіңізді кеңейткен сайын, сіз өскен сайын, иншалла ол да өседі. Бірақ біздің бір қателігіміз, біз күйеуімізді өзгерткіміз келеді. Өзіміз сәл өзгере бастасақ, бірден оны өзгерткіміз келеді, оған бір білген нәрсемізді пихать еткіміз келеді. Былайша айтқан кезде ол нәрсе негізінде шын мәнінде қыздар керек емес. Жай ғана Аллаға тапсырып отырыңыз. Аллахым, Раббым, маған оның осындай нәрсесі кішкене қиын болып жатыр. Аллам, көркем түрде жазып алыңыздар қыздар. Хайырымен, берекесімен, жеңілдігімен, көркем түрде және тұрақты түрде оны жақсы жаққа өзгертуіңе мұқтажбын. Аллахым, Раббым, мен саған қатты мұқтажбын. Мен сенің мейіріміңе мұқтажбын. Мен сенің махаббатыңа, сенің шексіз жомарттығыңа мен мұқтажбын. Аллам, Раббым, сенен басқа маған ешкім көмектесе алмайды деген шынайы мұқтаждықпен Алланың алдына барсаңыздар, Аллах тағала иншалла дұғаларыңызды қабыл етеді. Одан кейін мынандай бір керемет нәрсе қыздар. Сөйтіп жолдасым жаңағы сапарға кетеді ғой, менде стройка, мен мазамды алма, мен дым сұрама, болды деген сияқты. Сонымен мақұл деймін да, Алланың маған деген бір сынағы, чтобы отцепиться от мужа, понимаете? Сөйтіп жаңа ниет етем, Рексосқа барам, мен туған күнімде гүл алғым келеді. Туған күнімде именно, знаете, не просто цветы, а много цветов. Болады ғой сондай, көп гүл алғым келеді. Менің әпкелерім бар, олар әрқашан сондай көп гүл алып өскен. Өте көп гүл алып өскен. Сөйтіп мен Аллаға айтамын ғой, Аллахым, Раббым, мен сенен өте көп гүл, көп сыйлық алғым келеді деймін да, хайырмен, берекесімен, жеңілдігімен, көркем түрде, тұрақты түрде. Сіздер осылай тілеңіздер иншалла. Сөйтіп, сенесіздер ма қыздар, 11 айдан кейін, Аллах тағала 11 айдан кейін маған осы бутикті нәсіп етеді, и плюс еще на бутикті букетке толтырып жібереді, и сыйлыққа толтырып жібереді. Сонда мынандай нәрсе, Құрманғазы ұстаз, аят сырлары деген сабақты білесіздер ғой, Құрманғазы ұстаздың. Одан кейін Ризық деген кітап бар, одан кейін Тәуекел деген сабағы бар, ол кісінің, именно мен оқып тыңдаған сабақтар. Сол жерде айтады, пенденің негізгі миссиясы ол жай ғана Аллаға сену, Алладан мұқтаждықпен тілеу, амал әрекетін жасау және де жай ғана күту. Ал біз не істейміз? Біз нәтижеге кіріп кетеміз. Қашан Аллах тағала маған береді? Қашан мен күйеуімнен алам? Қашан деген нәрсе бізде қатты болып кетеді да. Біз Аллаға сенуге, ниет етуге, Алладан жаңағы ниет етіп, амал етіп, Алладан күтуге емес, бір жағынан нәтижені тез алғымыз келіп кетеді. Сондықтан қыздар, өте маңызды нәрсе, міндетті түрде нәтижеге кіріп кетпеңіз. Мысалы қараңыздаршы, 11 ай. Прикиньте, 11 ай нужно было подождать просто. Әрине, ол 11 айдың ішінде мен өзіме сыйлық сыйлаған кездер болды.
жолдасын бір рет сыйлады. Аллам, Раббым, Әл-Фаттах деген Алланың есімі бар. Аллах тағала жүректі ашушы ғой. Я Фаттаху Аллахым. Дұға тілегенде я Фаттаху деп айтасыз. Я Фаттаху Аллахым, жүректердің иесі, жүректерді ашушы. Күйеуімнің жүрегін ашып, маған қарай бұрып, маған деген махаббат салып жүрегіне, ол маған осындай керемет сыйлық жасауын нәсіп етуін сұраймын, оның ризығын арттыруын сұраймын деген сияқты. Сөйтіп Алладан көп тілеңіз, құнут дұғасын оқыңыз әрқашан, иншалла. Осындай амал әрекеттер бар, қыздар. Егер сіз күйеуіңіз туралы жаман сөз айтып қойсаңыз, күйеуіңізді өзге адаммен салыстырып қойсаңыз, міндетті түрде 2 ракат шүкір намазын оқыңыз. Өйткені салыстыру, күйеуіңді өзге адаммен салыстыру, ол жақсылыққа апармайды. Енді келесі нәрсе жертвалық. Негізі жертвалықтың түбіне апаратын осы нәрсе. То есть Аллаға байланбасақ, біз күйеуге байланамыз да, одан кейін біз жертвалыққа кіріп кетеміз. Ол істеу керек, он обязан деген сияқты нәрсеге кіріп кетеміз. Сондықтан қыздар, егер сіз бұл сабақты тыңдасаңыз, осы пайдалы ақпараттарды алсаңыз, демек Аллах тағала сізге махаббатымен, мейіріммен осы ақпаратты естуді қалап тұр. Аллах тағала берекелетсін, иншалла.